Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Жануарлар физиологиясы пәнінен тәжірибелік сабағымыздың тақырыбы жүрек қызметін зерттеу. Сабағымыздың мақсаты бақа жүрегінің жұмысын кимограф атты аспап арқылы жазып алу әдісін игеру, жүрек циклының фазаларын анықтау. Станиус тәжірибелерді меңгеру және талдау. Ол үшін керекті заттар мен құралдар керек. Кимограф, серфин, жазғыш ұшы, тығынды пластинкалар, қайшы, пинцет, мақта, дәке және физиологиялық ерітінді. Бақаның жүрек жұмысы кезеңдерін бақылау. Жүрек қан айналым жүйесінің орталық мүшесі. Жоғары сатыдағы жануарлардың жүрегі 4 камерадан тұрады. 2 жүрекше, 2 қарыншадан. Жүректің сол жақ бөлігіндегі жүрекше мен қарыншаның арасында қос жармалы, оң жақ бөлігіндегі жүрекше мен қарыншаның арасында 3 жармалы қақпақшалар болады. Жүрекшенің қабырғасы 2, ал қарыншаның қабырғасы 3 қабат көлденең жолақ ет талшықтарынан құралған. Бұл жерде жүректің құрылысы көрсетілген. Жүрекше, қарынша және жүрекше мен қарыншаның арасындағы қақпақшалар. Жүрек қабырғасының сыртқы қабатын эпикард, ортаңғы қабатында миокард, ішкі қабатында эндокард қабаттардан тұрады. Жүректің жұмысы жүрек етінің алма-кезек жиырылып босаңсуы нәтижесінде атқарылады. Жүрек етінің жиырылуын систолы, босаңсуын диастолы деп атайды. Босаңсығаннан кейін жүрек еті біраз уақыт тыныштық күйде қалады. Оны жалпы тыным, яғни пауза деп атайды. Жүректің бір рет жиырылып босаңсып жалпы тынымнан өтетін мерзімін жүрек айналымы дейді. Бақаның жүрегі құрылысы мен қызметі жағынан жылы қанды жануарлардан ерекшеленеді. Ол 3 камерадан, 2 жүрекше мен 1 қарыншадан құралған. Келесі жұмысымыздың барысы бақаны сол қолға алып, бас бармақпен басын иіп, желке тесігіне ине енгізеді де, оны алдымен миға, соңынан жұлынға бағыттап, орталық жүйке жүйесін бұзады. Жұлын зақымдалғаннан кейін бақа қимылдау қабілетінен айырылады. Бақаны шалқасынан жатқызып, аяқтарын шанышқымен қадап, бекітеміз де, қайшымен көкірек қуысын ашып, жүректі сыртқы қабынан босатамыз. Диастолы кезінде жіпке байланған қысқышпен жүрек ұшын қыстырып алып, оны рычагқа бекітілген қаламұш сызғышпен жалғастырады. Ал сызғыштың ұшын кимограф барабанына тигізіп, кимографты іске қосады. Жүрек жұмысы ирек сызықтар түріне жазылады. Оны кимограф деп атайды. Кимографаны бақылап, оның жүрек фазаларына сәйкес бөліктерін анықтайды. Систолы, яғни диастолы, жалпы тынымды. Тәжірибе кезінде жүрек физиологиялық ерітіндімен ылғалданып тұруы қажет. Жүректің әр бөліктерінде автоматия деңгейін зерттеу. Жүрек еті 2 түрлі ет талшықтарынан тұрады. Оның бірі жүректің жиырылуын қамтамасыз ететін миокардтың негізгі талшықтары, ал екіншісі жүрекше мен қарынша еттерінің үйлесімді жиырылуын қамтамасыз ететін өткізгіш ет талшықтары. Өткізгіш талшықтардың өзіне тән ерекшеліктер болады. Көлденең жолақтары сиректеу, гликоген, саркоплазмасы мол, негізгі талшықтарынан дәнекер ұлпалы қабықпен шектелген. Осы биқалып, яғни ативтік ұлпа элементтері жүректе түйін мен шоқтар құрып өткізгіш жүйе түзеді. Бұл жерде сүтқоректі жануарлардың жүрегінің өткізгіш, яғни жүйелер, түйіндері көрсетілген. Синус түйіні, ашов товар түйіні, гис шоғыры, пуркинер тармақтары, яғни суретте көрсетілгендей. Бақада жүректің өткізгіштік жүйесі синус ремак түйіннен және жүрекшелердің арасында орналасатын бидер түйіннен тұрады. Ремак түйініне автоматизмнің жоғарғы деңгейі тән. Ол жүрек ырғағының бастауыш қызметін атқарады. Осы жүйенің арқасында қозу толқындар жоғары аймақтардан төменгілерге өтіп, жүрекшелер мен қарыншаның ретімен жиырылуын қамтамасыз етеді.
Жүрек етінің автоматизм қасиеті. Өткізгіш жүйенің қызметіне байланысты бұл құбылыстарды Станиус тәжірибесінен байқауымызға болады. Жұмысымыздың барысы дайындаған бақан жүрегіне бірінші жіпті пинцеттің көмегімен қолқа буылтығының астынан өткізіп, вена синусы мен жүрекшелерінің арасына тартып байлаймыз. Яғни суретте көрсетілгендей Б суретінде. Бұл кезде ремак түйіні мен төменгі аймақтарының байланысы бұзылады да, жүрекше мен қарыншаның жиырылуы тоқтайды. Ал вена синусы бұрынғыша соға береді. Бірақ бірнеше минуттан кейін олар өз бетімен жиырыла бастайды. Жүректің жиырылу жиілігі. Сабағымыз қысқаша осы. Бақылау сұрақтарға кері байланыс жасап жауап береміз. Жіберген нұсқаулықпен және Несипаевтың жануарлар физиологиясы оқулығының 80-86 бетті қосымша пайдалана отырып кері байланыс жасаймыз. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, жеке өзіме хабарласып, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Қош сау болыңыздар.